Жедел ақпарат, саламатсыздар ма, құрметті көрермендер. Ең соңғы жаңалықтар алушылардың қатарынан білгіңіз келсе, лайк және подписация таңбаларын басып, біздің арнамызға жазылуды ұмытпаңыз. Ақтөбе облысы Мәртөк ауданындағы қиялы шекара заставасында 22 жастағы Матчен Жанесов көз жұмды. Оған әріптесі оқ атқан деп хабарлады Түркістан КЗ. Ақтөбе гарнизонының әскери прокуратурасының хабарлауынша, оқиға 2 желтоқсан күні болған. Қазақстан Республикасының ұлттық қауіпсіздік комитеті Ақтөбе облысы бойынша шекара қызметі департаментінің қиялы шекара заставасында келісімшарт бойынша еңбек ететін әскери қызметші әріптесімен жанжалдасып қалған. Содан кейін өзіне бекітілген қарудан оқ атқан. Жәбірленуші жедел жәрдем көлігінде қайтыс болды. Аталған факті бойынша Батыс өңірлік әскери тергеу басқармасының Ақтөбе болмасы қылмыстық кодексінің 99 бабы 1 бөлігі бойынша сотқа дейінгі тергеуді бастады. Қылмыстық іс бойынша күдікті ұсталды. Қазіргі уақытта тергеу амалдары жүріп жатыр. Айта кетейік, Матчен Жанесов Ақтөбе облысы Байғанын ауылындағы тумасы. Бізді бақылауды жалғастырыңыз.